Қалай өзіңді өзгерту арқылы өміріңді өзгертуге болады? Мен айтар едім, өзіңді өзгертпес бұрын, ең алдымен сөзіңді өзгертуің қажет. Мен бұл жерде аффирмация, психология туралы айтып тұрған жоқпын. Мен в прямом смысле сөзіңді өзгерту туралы айтып жатырмын. Сіз қанша жерден ақылды, дарынды, көрікті, әдемі болсаңыз да, егер сіздің сөзіңіз түсініксіз болса, ішіңіздегі ойды, қалауыңызды дұрыстап түсіндіре алмасаңыз, айта алмасаңыз, өмірімді өзгертем деу бекершілік. Сәлем, менің есімім Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Бүгін менімен бірге сөзіңізді өзгерту арқылы өзіңізді, өміріңізді өзгертуге мүмкіндігіңіз бар. Ендеше арнадан алыстамаңыз. Сонымен, сөзіңізді өзгерту үшін менімен дәл қазір дикцияға арналған 3 жаттығуды жасайтын боламыз. Бүгін бізде 6-шы сабақ. Егер сіз осыған дейінгі 5 сабақты көрмеген болсаңыз, барып көріп шығуға кеңес беремін. Өйткені бұл сабақтар, мен қайталап айтамын, бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бүгінгі 6-шы сабағымыздың тақырыбы дикция. Дикция латын тілінен аударғанда айтылу деген мағынаны білдіреді. Дикция дегеніміз әр әріптің, әр сөздің дұрыс айтылуы. Дикцияға арналған бірінші жаттығу. Ең алдымен біз сіздермен ауыз аппаратын іске қосып алуымыз қажет. Ауыз аппараты дегеніміз ауыз қуысы. Ауыз қуысына не жатады? Ауыз қуысына ерін, тіс, тіл, жақ және таңдайымыз жатады. Ендеше, ең алдымен ауыз қуысын қыздырып алайық. Ол үшін ерніміз жұмулы, сәл алдыға созамыз, сол созылған күйде өзіміздің есімімізді әріптермен жазып шығамыз. Менің есімім Мадина болса, мен М әрпінен бастаймын, ары қарай А, Д, И, Н, А. Яғни Мадина деп жазып шығамын. Ал сіздер өз есімдеріңізді жазасыздар. Кеттік. Менде Мадина деген сөз шықты. Ал сіздерде ше? Егер сіз осы видеоны балаңызбен бірге көретін болсаңыз, бір қызықты ойын ойнасаңыздар болады. Ойын ойнау арқылы дикцияларыңызды түзейсіздер. Мысалы, балаңыз бір сөзді ернімен жазып шығады, ал сіз соны табуыңыз қажет. Келесіде рөлдеріңізбен ауысыңыздар. Ойнау арқылы ауыз аппаратымызды қыздырып та аламыз. Екінші жаттығу үшін бізге кәдімгі қарандаш көмекке келеді. Ең алдымен қарандашты тазалап, сүртіп алыңыз. Одан кейін осы қарандашты тістеріміздің арасына тістеп тұрып, кез келген текстті айтамыз. Ол өлең жолдары болуы мүмкін, ол кәдімгі жай әңгіме болуы мүмкін, өсек болуы мүмкін. Я болмаса мен секілді кез келген жаңылтпашты айтатын боласыз. Осы жерде мұқият болыңыз. Қарандаш аузыңыздан түсіп кетпеуі керек. Және сіздің айтып жатқан әңгімеңіз тыңдарманға анық, таза, түсінікті болу керек. Ендеше кеттік. Бұлдыр-бұлдыр бүлдіршін,
Бұл бір білгір бүлдіршін. Бұл бір білгір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Тағы да өз тарапымнан бір кеңес. Сөздерді айтқан кезде көбіне р дыбысы кездесетін сөздерді айтсаңыз, бұл жаттығудың пайдасы 2 есеге артады. Мысалы, қарбыз, қарандаш, қырмызы, қарға. Осылай жалғастыра бересіз. Дикцияға арналған 3-ші жаттығуды жасамас бұрын, дәл қазір менің еркін сөйле каналыма тіркеліп, лайкты басып, қоңырауды қосып қойыңыз. Дикцияға арналған 3-ші жаттығу. Бұл жерде де сіз кез келген тексті, поэзияны болмаса жаңылпашты айтуыңызға болады. Ең бастысы, әр әріпті асықпай, анық айтамыз. Ол дауысты дыбыс болса, біздің аузымыз мүмкіндігінше ашылу керек. Езулік дыбыстар болса, ерніміз керілуі қажет. Ендеше кеттік. Мен бағанағы айтқан жаңылпашымды айтатын боламын. Былдыр-былдыр бүлдіршін. Бұл бір білгір бүлдіршін. Бұл бір білгір бүлдіршін, білгірлігін білдірсін. Достар, бір нәрсені ескеріңіздер. Бұл жаттығуларды тек бір мәрте жасайтын болсаңыз, дикцияңызда ешқандай өзгеріс болмайды. Бұл жаттығулардың пайдасы сізге тию үшін, сіз күнделікті арнайы уақыт бөліп, осы жаттығуларды жасауыңыз қажет. Сонда ғана сіздің де әр сөзіңіз мірдің оғындай таза, анық естілетін болады. Сонымен 6-шы сабағымызда тәмам. Алдыңғы сабақтарды көріп, күнделікті жаттығуларды жасап, келесі 7-ші сабақты жіберіп алмас үшін қоңырауды қосып кетуді ұмытпаңыз. Мен сізді сағынатын боламын.